Торайдың демалыс күні. Бірде орманда жануарларға арналған мектеп бар еді. Теке мектептің мұғалімі болатын. Ал маймыл, қара күшік, торай мен құлын мектеп оқушысы болатын. Күн сайын теке оларға ағылшын тілін үйрететін. Маймыл, кішкентай күшік пен құлын сынып үздігі болыпты. Тек торайдың ғана оқығысы келмейтін. Біресе маймылдың құйрығынан тартып, біресе көртышқанның мазасын алатын. Оқымағанның кесірінен ол мұғалім үйреткен білімнің еш нәрсені меңгермеген еді. Бір күні торай ішім ауырды деп сабаққа бармай қойыпты. Ал анасы жұмысқа кеткенде жәшіктен аздап ақша алып, көшеде көңіл көтерейін депті. Сөйтіп мәз болып, панда әмбебап дүкеніне барыпты. Ол жерде неше түрлі әдемі заттар көп еді. Торай жан-жағына қарап, жаңа шалбар сатып алуға шешім қабылдайды. Сол кезде панда апай оны көріп: "О, Торайжан, саған қалай көмектесе аламын? Не алғың келеді?" депті. "Қоян сатып алғым келеді", деп жауап берген екен Торай. "Бұл әмбебап дүкен ғой, бізде қоян жоқ", деп таңғалыпты панда. Торай абыржып, ойын ыммен жеткізуге тырысып: "Мен оны күйеуге аламын", деп түсіндіріпті. Сонда панда апай мұқият тыңдап қарапты да, оған шалбар керек екенін түсіне шалбар берген екен. Торай бір шалбарды киіп көріп, сатып алыпты да, сосын мақтанышпен дүкеннен шығыпты. Ол мәз еді. Өзін ұстай алмай ән айта келе: "Ла-ла-ла, ла-ла-ла, мен әлемдегі ең әдемімін", деп ән салыпты қуана. Кенет дәмді иіс сезді де, қарны аша кетеді. Тіпті қарны ашқаннан қарны дауыс шығарыпты. Сөйтіп ол тиін мейрамханасына келіп, үстелге отырып, дәмді кешкі асқа дайындалады. Не жесем екен? Мүмкін жұмыртқа ма? Алдында мен оны бұрын жеп көрдім. Өте дәмді еді. Сондықтан қайтадан жұмыртқа аламын-ау, деді ол ойлана. Аузына сілекей толып, сілекей шалбарына тамшылап еді. Оны Торай байқамады. Сосын қасына тиін келіп, сыпайы сұрай: "Не қалайсың, Торайжан?" Бірақ Торай жұмыртқа дегенді қалай айтуды ұмытып қалды. Ата теке оны үйреткен, бірақ ол есіне түсіре алмады. Сосын ойына бір тәсіл келіп, былай деді: "Тиін апай, кукареку деп айқайлайтын кім?" деп қораз шайғайлап жіберді. Тиін оған: "Ол қораз, ал сен не қалайсың?" "Ал қораздың әйелі кім?" депті ол. "Ол тауық. Сенің тауық жегің келе ме?" десе: "Жоқ, маған тауықтың баласы керек." Сонда тиін күле жауап бере: "Ол жұмыртқа, саған жұмыртқа керек қой, иә?" "Дұрыс, жұмыртқа жегім келеді. Өтінемін, тезірек әкеліңізші", депті Торай. Мейрамханадағы басқа жануарлар олардың әңгімесін естіп, күлкіге қарық болыпты. "Ой, мен жақсы оқуға тиіс едім. Бұл маған үлкен сабақ болды", деп ойлаған екен ішінен Торай. Содан бастап Торай ынтамен сабақ оқи бастапты.